Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздерге осылай бауыр салатын дайындап көрсететін боламын. Ал іске кірісейін. Бисмиллах. Салатымызға бауырды мантәуірікте булап пісіретін боламын. Бұның басқа да жолдары бар. Қайнатып немесе қуырып істесек те болады. Көкөністерімізді турауды бастайық. Қайырдан бастайық. Әркім өз қалауы бойынша қандай пішінді қаласа, көкөністерді солай кесе беруге болады. Салатқа тәтті бұрыштардың осылай әртүрлі түстерін қолданған жақсы, себебі салатқа ерекше бір әдемілік беріп тұрады. Мен бауырымызды жұқалап осылай квадрат қылып кестім. Сіздер қаласаңыздар басқа пішінде істесеңіздер де болады. Барлығын турап болдым, енді араластырамыз. Сарымсағымызды осылай үкіштен отырып салатын боламын. Дәміне қарай тұз, тәтті тұз приправаларымызды да сала береміз. Қызанақ соусын қолдандым. Екі шай қасы соя майын да салдым. Майымызды табада қыздырып, осылай салатын боламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Мінекей салатымыз да дайын. Рецепті сақтап алыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина. Ас болсын.